Енді бізде геометриялық прогрессияның бүкіл мүшесінің қосындысы. Мынандай ғой енді. B1 қосылған B2 қосылған B3 деп осылай кете береміз. Қосылған, так, нерде Bn-2 дейік. Bn-1 қосылған Bn-ге дейін. Осының барлығын тең біздер Sn-ге деп. Осыған тең деп ал, осы формуланы қорыту керек бізде. Енді қараңдаршы, барлығын біздер немен өрнектеп алсақ болады? B1 және Q мен еселікпен өрнектесек болады ғой? Мынау қалай болады менде? B1-дің өзі болады. B2 деген не деп жазам? B1 көбейтілген Q деп жазам ғой. B3 дегенше B1 Q-дің квадраты болады. Қосылған, неге көп нүктесін қойып жіберейік та? Мында қалай болады? B1 Q(n-2). Точно ма? Қараңдар, 3 болған кезде 2 болды ғой. n-2 болғанда n-3 болмай ма? Біреуге аз болу керек қой. Дұрыс па? Қосылған мынау B1 көбейтілген Q-дің n-2-сі болады. Мынау B1 көбейтілген Q-дің n-1 болады. Дұрыс емес па? Так, міне осының барлығы бізде Sn-ге тең болып тұр. Тең Sn деп нерге жаза қойық. И потом тура осы элементті мен қалай қылсам болады? Қараңыздар, Sn табу үшін аралары қосынды бар. Көбейтінділер де бар ұқсайды. Қалай айналдырамыз? Элементтерді обратный етіп қоссақ болады. Арғы элементтің бәрін турайына бер шетінен қоямыз. B1-дің Q-дің несін қоямын да? n-1-ін қоям, мынаның турайына B1 Q-дің n-2-сін қоям. B1 Q-дің n-3-ін қоямын да. Қосылған деп көп нүктеменен. Түсіндік қоя, айналдырып элементтерді қоятынымызды. Мында қалай болады? Мына біреу түседі. B1 Q-дің квадраты, потом B1 Q-дің өзі, потом қосылған B1. Осының барлығы тең нешеге? Sn-ге. Енді қараңыздар. Бұл екеуін біздер не істейміз? Бұлай алғанда. Бірдеңе шығады ма? Мен сіздерге қазір бір идея айттым да. Бұл идея дұрыс па жоқ па сіздерді түсіну үшін мен айтып жатырмын. Дұрыс жасадық па? Арифметикалық прогрессия болса орын ауыстырсақ шыға ма екен? Шықпайды ол. Бұлай болмайды негізінде. Қараңыздар. Біздер бұлай жасау керекпіз. Дұрыс ол. Мен сол үшін айттым. Так. Тура осы қатарды мен бұлай жасауым керек едім. Бізде қазір екеуін қоссақ немесе азайтсақ Sn-ді азайтып алуымыз мүмкін да. И бізде көбейтінді болып жатыр ғой, Онда мен үстіңгі қатарды көбейту керек едім. Еселікке көбейту керек едім. Басқа ештеңе көбейте алмаймыз ғой, Мынаның барлығы неге көбейтемін мен? Еселікке көбейтемін да, шыққан элемент. Мынаны Q-ға көбейтсем не шығады менде? B1 Q шыға ма? Оны мен мынаның турайына жазайын. Бүкіл элементті бір шаққа былай жылыстам, бір элементке. Түсіндік па? Мынаны Q-ға көбейттім, мынау шықты ғой, Осы элементтер біреуге ары қарап жылжиды. Мынаны көбейтсем не шығады? B1 Q-дің квадраты шығады. Қосылған көп нүктесін қойып қояйын да. Мында не шығады? Өзінің турайына өзі шығады. n-3 шығады. Мында B1 Q-дің n-2-сі шығады. Мында B1 Q-дің n-1 шығады. Енді қараңыздар. Үстіндегі элементтің бер жағы шықты ғой, Қай элемент көбейтілмей қалды? Соңғысы. Мынаны көбейтсем не шығады менде тағы да? Q-ға көбейтсем B1 Q-дің несі? N-і шықпай ма? -1 ғой. Мынаның бір дәрежесі бар ғой, нерде? Көбейтсем -1 мен кетеді да, B1 Q-дің n-і дәрежесі қала ма? Тең мынаны да көбейтсем Sn Q қала ма? Енді қараңыздар. Мынаны мен бүйтіп жазайын. Бұны мен екінші қатар дейін да, мынаны бірінші қатар дейін. Енді жасаймыз. Екінші қатардан мен бірінші қатарды азайтып жіберетін болсам. Мынау мен мынау кетеді, мынау мен мынау кетеді, мынау ортадағылар кетеді. Мынау мен мынау, мынау мен мынау, мынау мен мынау кетеді. Кететін зат қалмады ғой, Мынадан азайтамын нені? Мынаны болып қалады. Так. B1 Q-дің n дәрежесі минус немене?
ол 1 қалады осы жерде. Тең болады. Ар жақта SNQ-дан азайтамын нені? SN-ді. Мына жерден бұл 1 шығарсам бола ма? Бұл 1 шығарсам немене болады? Аха. Ар жағында SN шығарсам жоқ, қысқармайды. SN тең болады неге? Бұл 1-дің бөлінген неменеге? Q минус 1-ге. Формула шықты ғой? Мінекей. Осы формулаға саламыз. Енді осыған салса болады. SN деген формула. Мен просто қорытып бердім да. Енді бұл жерде бір қызығы бар. Бұл формуланы қай кезде қолданамыз? Нөлден үлкен емес? Неден үлкен болғанда? 1-ден үлкен болған кезде. Енді тура астында үстінде минус 1-ге көбейтіп жүрсем қандай формула шығады менде? Минус 1-ге көбейтсем осыны көбейтеміз неге? Минус 1-ге көбейтсем немне шығады менде? SN тең болады. Қандай формула шығады? B1 үстінде 1 минус Q-дің n дәрежесі бөлінген 1 минус Q деген. Осындай да формула бар ғой бізде. Негізі осы формуланың өзі ғой. Асты мен үстін неге көбейткен? Минус 1-ге көбейткеннен. Бұл екі формуланың айырмашылығы қараңыздар. Мынау Q 1-ден үлкен болған кезде, яғни Q-міз 3, 4 болса, осылай айтамыз. Үлкен саннан кіші сан айтқан дұрыс қой. Мына жағдайда қай кезде қолданады? Q 1-ден кіші болса, мынау кіші сан шығады ғой. 1-ден азайтып есептеген кезде плюс сандармен есептеу үшін осы екеуін орнына ауыстырып қойғанда, атак дымға разницасы жоқ. Нәбетте минуспен шығарып алып та минуспен минусты бөлсем, бәрібір не шығады? Сол жауап шыға береді негізінде. Еш айырмашылығы жоқ екен. Бұл бізде геометриялық прогрессияның несі екен? Қосындысының формуласы екен. N мүшесінің қосындысының. Так, енді осы жерде тура осы формуланың ішінде бізде немене бар? Осы формуладан тағы бір формула шығады. Геометриялық прогрессияда шексіз кемімелі геометриялық прогрессия деген естігенбіз ба? Шексіз кемімелі деген. Сонымен жаза қояйын. Шексіз немене? Кемімелі арифметикалық прогрессияны АП дейді, мынаны КП дейді, геометриялық прогрессияда. Осылай жаза салдым мен. Так, бұған қайсы формула сәйкес келеді? Қараңыздар, шексіз кемімелі. Кемімелі болса Q өсе ма, кеми ма? Кеміген кезде мына формула керек емес па, я? Q қандай болады? Q кіші болады, неден дейміз? 1-ден, мынандай шарты болу керек. Кемімелі. 1-ден кіші сан болса, ол кем кете береді деген сөз. Осындай шартыменен. И значит, тура осы формулаға сәйкес нені қолданамыз? Мына біреуді қолдану керекпіз. Осы бір формула өзгеріске ұшырайды. Енді бұл жерде біздер лимитті қолдану керекпіз да, шекке ұмтылдыру бар ғой. Бірақ шекке ұмтылдыруды мен қазір сабағын өтпей-ақ қойып, бір нәрсемен түсіндіре салайын. Допустим, Q-дің орнына, мысал үшін Q тең бола қойсын, 0,1 бола салсыншы. Мына формулаға дәрежеге сала беретін болсам, немене болады екен? Q-дің квадратын тапсам қандай болады? Мынандай бола ма? Q-дің кубын тапсам ше? 1 бола бере ма? Осы процесс жалғаса беретін болса, Q-дің n-ші дәрежесіне немене болады? 0, 0, 0, 0, 0, 0, кете бармайды? Мынандай бола ма? Мына почти енді немене кетең мынау? Почти 0 емес па? Дұрыс па? Кіші дейіп кете береді ғой. Q 1-ден кіші болған кезде немене болады екен? Q 1-ден кіші болса, Q-дің n-ші дәрежесі неге тең екен? 0-ге жуықтайды, немесе 0-ге тең деп ескермей кетсек болады. Шекке ұмтылдырмай-ақ көріп ше. Көрініп тұр ғой, я? Кем кететіні. Осыны енді мына жерге қолданамыз. Бүйтеміз. Осы SN тең болады B1 1 минус Q-дің несі? N-ші дәрежесі мына жерде 1 минус Q. Біздер енді не істейміз осы жерде? Так, N-ді ұмтылдырамыз неге? Шексіздікке. S шексіздік болады, шексіздік неде ше? Оны жазбай қойса болады. Просто арғы бетіне жазасам болатын жере? Мына бір нәрсеге неге ұмтылып кетеді? 0 емес па? Шексіздікке ұмтылған кезде не қалады сонда? Осы формуладан
S тең болады. Үстінде бобырдың өзі ғана қалмай ма? Астында 1 минус Q қалады десем. Мына формуламен кім келіседі? Қараңыздар. Q-дің n дәресі неге ұмтылып кетті? 0-ге ұмтылып кетті ғой, иә? Шексіздікке ұмтылған үшін бізде. N деген кезде енді бұл n-ге не қою керек еді біздер? Шексіздік қою керек еді, та? Осы жерімізде. B1-ді неге көйттік? 1-ге көбейттік, 1 минус Q-ға бөлуіміз керекпіз. Осындай болды. Так, формула осылай шықты. Жаңа келіспейміз деген жігіт. Айта қойсаңыз. Нормально ма бәрі? Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Не бізде бүкіл формула шықты.